Сәлем, құрметті оқушым, сабаққа қош келдің. Бүгінгі сабақта English Plus 5 сыныптың оқушы кітабының 4 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Яғни біз жаңа 90 басталғандықтан жаңа бөлімнен бастаймыз. Сабаққа кірісейік. Ең бірінші тапсырма. Біздің жаңа бөліміміз Home and Away. Бұл бөлім үй және оның айналасы тақырыбында болады. Яғни бұл сабақта сіздер өздеріңізге таныс сөздермен танысатын боласыздар. Қайталау жұмыстары болады. Ең бірінші тапсырма. Listen and read the dialogues and choose the correct words in the first and three. Яғни мәтінді оқимыз, аударамыз және де берілген 3 сөйлемнің дұрыс сөздерін таңдайтын боламыз. Ендеше диалогты оқып бастаймыз. Mr. Rose, яғни мұғалім. Hello, Sally, how are you? Sally айтады. I'm fine, thanks, and you? Сәлем, Sally, қалайсың? Мен жақсымын, өзіңіз қалайсыз? Mr. Ross, good, thanks, Sally, see you later. Okay, bye. Көріскенше, Sally, жарайды, сау болыңыз. Бір диалог бітті. Бұл жерде ең бірінші диалогта сәлемдесу және де көріскенше деп қоштасып бір-бірімен кездескенше деген сәлемдесу рәсімдері туралы айтылған. Келесі. Hi Tom. Hi, this is my friend Rosa. She is from Italy. Hi Rosa. Sally және Том екі адамның әңгімесі. Сәлем Том, сәлем, бұл менің досым Роза. Ол Италиядан. Сәлем Роза. Яғни 3 адам емес, 4 адамның бір-бірімен әңгіме құруы, бірін-бірін таныстыруы. Ендігі кезек 3-ші диалог. Роза және Том. What's this in English? It's a pencil. Oh, yes, thanks. Роза Томнан сұрап тұр. Мынау ағылшын тілінде қалай болады? It's a pencil. Бұл қалам ғой, деп ағылшынша жауап береді. Ой, рахмет, деп Роза жауап береді. Енді 3 диалогты оқығаннан кейін осы 3 сөйлемнің қайсысын таңдайсыз? Қалың берілген, қалың жазу болып берілген. Sally is a student or teacher. Sally бізде кім? Mr. Ross teacher, Sally student. Демек student дегенді таңдайсыздар. Sally is a student. Екінші сөйлем. Tom and Rosa are friends and teachers or teachers. Том және Роза достар, немесе Том және Роза мұғалімдер. Әрине достар, сол себептен Tom and Rosa are friends деп таңдайсыздар. Ең соңғы 3-ші сөйлем. Mr. Rose is a student or teacher. Mr. Rose is a teacher. Ең бірінші суретте берілген Mr. Rose мұғалім. Ал осымен бірінші тапсырмамыз аяқталды. Келесі тапсырмамыз Ask and answer questions. Сөздер берілген 12 сөз, сол 12 сөзге сұраулы сөйлем құрастырып, оған жауап береміз. Мысалы берілген What's this in English? Мынау ағылшын тілінде қалай болады? It's a book. Бұл кітап. Яғни кітап сөзіне мысал келтірген. Екінші сурет pen. What's this in English? It's a pen. Келесі сөз bag. What's this in English? It's a bag. Келесі сөзіміз computer. What's this in English? It's a computer. Бесінші сөзіміз What's this in English? It's a car. Алтыншы сурет. What's this in English? It's a poster. Жетінші сурет. What's this in English? It's a table. Келесі 8-ші сөз. Who is this? It is a boy. 9-ші сөзіміз. Who is this? This is a teacher. 10-ші сөзіміз. What is this in English? It's a bicycle. What is in English? It's a phone. What is
this in English? She's a girl. Дәл осылай өздеріңіз сұрақтарға жауап бересіздер. Келесі 4-ші тапсырмамыз. Draw a picture on the board and ask what's this дейді. Тақтаға сурет саласың дейді, және де оны сыныптан сұрайсың, бұл не деп. What's this деп. Сынып саған жауап береді. Дәл осылай 4-ші тапсырманы аяқтайсың. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып, қолдап кетуіңді өтінемін. Келесі сабақта кездескенше сау бол.